Біздің тұрақты көрермендеріміз шырайлы майдары арқылы Face Fitnesспен танысып, пайдалы кеңестер алып үлгерді. Рас айтасың, өткен бағдарламаларымызда, мысалы, беттегі әжімдермен күресу жолдарын үйренгенбіз. Ал бүгін арқаны тік ұстауға және омыртқаның қисайып кетпеуіне көмектесетін жаттығуларды көрсететін боламыз. Олай болса, қыз-келіншектер, назарларыңыз экранда болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей мен Face Fitness тренері Бақыт Али. Бүгін мен сіздерге арқа және мойынға арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Өйткені біздің бетіміздің сұлулығы ең бірінші омыртқа мен мойыннан басталады. Сондықтан жаттығуларға кірісейік. Бірінші жаттығу бұл валикпен жасалатын жаттығу, яғни бұл жапондық әдіс деседі. Егер қолыңызда валик болмаса, онда үйде орамалдан жасауға болады. Бұның диаметрін 7-ден 10 сантиметрге дейін, яғни өзіңізге ыңғайлы етіп жасауға болады. Яғни бұл валикті екі жауырынның астына саламыз. Яғни аяғымызды созып, бас бармақты ең бірінші бір-біріне қосамыз. Қолымызды жоғары көтеріп, екі шынашақты бір-біріне, яғни түйістіреміз. Осы позицияда жалпы 5 минут жату керек. Бірақ егер де сіз енді бастап жүретін болсаңыз, яғни басында 1-2 минут жатқаныңыз дұрысырақ болады. Өйткені бір қарағанда қарапайым көрінгенмен бұл жаттығу сондай оңай емес. 5 минут өткеннен кейін, яғни бірден тұрып кетпей, ең бірінші бұл жерде қауіпсіздік техникасын сақтаймыз. Яғни бір иықтан еденге қолды тіреп, 1-2 секундта жата тұру керек. Содан кейін барып қана, яғни тұрып, бүкіл денемізді, яғни тартылып, осылай керілеміз. Яғни осылай 2-3 секунд жатамыздаған, содан кейін барып қана, яғни тұрамыз. Валик жалпы тік жүруімізге дағдыландырады, сондықтан да 2-3 сағат валикқа жатқаннан кейін ауыр көтеруге болмайды, яғни омыртқаға күш түсіруге мүлде болмайды. Келесі жаттығуымыз изеу бұлшықетіне арналады, яғни бұл бұлшықет бет әлпетімізге, яғни бет әлпетіміздің сұлулығына, яғни тікелей әсер ететін бұлшықет. Бұл бұлшықетті табу үшін, яғни басымызды бұратын болсақ, оңға немесе солға, онда яғни бұл бұлшықетті осылай яғни сезінуге болады. Бұл бұлшықетті жоғарыдан және төменнен алып бір-біріне қарай, яғни бағыттап біріктіреміз. Бұл бұлшықеттің бойында көптеген лимфа пакеттері орналасқан. Сондықтан да бұл бұлшықетпен жұмыс істеу беттің әдемілігі үшін ең маңызды, яғни жаттығулардың бірі болып табылады. 30 секунд өткеннен кейін орнына қайтадан қойып, яғни массаж жасаймыз. Дәл солай, екінші жаққа қайталауды ұмытпаңыздар. Осымен біздің жаттығуларымыз аяқталды. Келесі бағдарламада өзге де жаттығулармен таныстыратын боламын. Әдемі болуға сіз де лайықсыз.